Ассаламу алейкум, құрметті район тұрғындар һәм меймандар. Өзбекстан Республикасы айрықша жағдайлардың алдын алу һәм оларды сапаластыру бойынша Үкімет комиссиясының тиесілі қарарына текрарланып, осы жылдың 15 март 15 апрель күндері аралығында айрықша жағдайлардан қорғау һәм бұқаралық қорғау айлығы өткерілуі белгіленген. Айлықты өткерудің текрарғы мақсатымыз халықты һәм аймақтарды айрықша жағдайлардан қорғауда әмелге асыру бойынша алып барылып атырған профилактика іс-шараларының нәтижелілігін асыру, халықтың қауіпсіздігін тәмінлеу, инсандардың өмірі, денсаулығы һәмде мал-мүлкіне зиян жеткізуі мүмкін болған айрықша жағдайлардың алдын алу болып табылады. Бозотой районы айрықша жағдайлар бөлімі тарапынан айрықша жағдайлардың алдын алу һәмде өрт қауіпсіздігін тәмінлеу бойынша бірқатар іс-шаралар белгіленіп, әмелге асыру режелестірілген. Атап айтқанда, айлық шеңберінде бәһар, жаз һәм күз-қыс маусымында жүзеге келу мүмкін болған айрықша жағдайлардың алдын алуға қаратылған профилактикалық іс-шараларды өз уақытында һәм сипатлы шөлкілместіру һәмде бұл бағдардағы іс-шараларды ең машқалалы аймақтардан бастап әмелге асыру. Тасқын сулары һәм сел ағыстары менен байланыслы айрықша жағдайлардан халықты һәм аймақтарды қорғау, дария, канал һәм ирригация тармақтарында жаға аймақтарын бекемлеу һәм қорғау аймағындағы низамсыз құрылмаларды сапаластыру және махаллелердің ішкі ирригация тармақтарын ылай һәм һәр түрлі шығындылардан тазалау һәмде су жолларын ашу жұмыстарын шөлкілместіру. Гидрометеорология қызметі орайының мағлұматлары текрарында тасқын сулары менен байланыслы айрықша жағдайлардың алдын алу һәмде оларды сапаластыру іс-шараларын көру. Махаллелерде жер сілкінуге байланыслы айрықша жағдайларда халықтың қауіпсіздігін тәмінлеу бойынша профилактикалық іс-шараларды өткеріп бару. Бұнда жер сілкінуге байланыслы айрықша жағдайларда халықты тура харекет қылу бойынша үгіт-насихат жұмыстарын, әсіресе ғалаба хабар құралдары, баспасөз һәмде социалдық тармақтар арқылы бұқараларды ескерту жұмыстарын және де күшейту. Сондай-ақ бұл бағдарда арнаулы тактикалық һәм объект оқу шынығуларын өткеру. Шеткі һәм алыс аймақтарда айлықтың кең көлемде алып барылуына, бұнда әсіресе халықтың жұмыссыз һәм имканияты шектелген қатламын қамтып алуға айрықша этибар қарату. Бозотой районында зиянды шегірткелерге қарсы күресу темасында арнаулы тактикалық оқу шынығулар һәмде профилактикалық іс-шараларды өткеру. Термит зиянкесілері тарқалған аймақтарда мониторинг үйрену өткеру. Термит тарқалған аймақтардың шекараларын белгілеу һәм оларды сапаластыру жұмыстарын алып бару. Тұтынуға жарамсыз азық-ауқат өнімдерін сатылуын шектеу һәм тұтынудан шығару һәмде азық-ауқаттан зәһәрленудің алдын алу бойынша профилактикалық іс-шараларды әмелге асыру. Улма білім беру мектептері, академия, лицейлер һәмде орта арнаулы білімлендіру шөлкемлерінде жас құтқарушы жұмыстарының жергілікті һәм аймақтық басқыштарын өткеру. Тұрақ жай фонды социалдық объектілер, кархана һәм мекемелерде жүз беру мүмкін болған авариялар һәм басқа техноген түрдегі айрықша жағдайлардың алдын алу, халықты бұндай жағдайларда тура харекет қылуға үйрету, сондай-ақ бұқаралардың иіс газіне зәһәрлену, газ-хауа араласпасының жарылуы һәм өртлердің алдын алу бойынша махалле һәм қожалық кесімінде профилактикалық іс-шараларды әмелге асыру. Стратегиялық ахметке ие санат һәм экономика объектілерінің тұрақлы істеуін тәмінлеу, олардың технологиялық процестерінде жүз беру мүмкін болған авариялардың алдын алу бойынша іс-шараларды әмелге асыру. Халықтың көп жиналатын орынларды һәм дем алу һәмде кеуіл ашар орынлардың техникалық бекемлігін тәмінлеу, сондай-ақ аттракционлар һәм металл конструкциялар құрылмалары менен байланыслы жүз беру мүмкін болған кеуілші жағдайлардың алдын алу бойынша профилактикалық іс-шараларды әмелге асыру. Солар менен бірқатарда айлық давамында орынларды ашық есіклер күні іс-шараларын өткеру белгілеп алынды. Жоғарыдағы іс-шараларды өткеру арқылы айрықша жағдайлардың өткен жылдар менен салыстырғанда кемейту тенденциясына ерісу көзде тұтылмақта. Құрметті бұқаралар, мекеме шөлкемдер басшылары 15 март күнінен 15 апрель күндері аралығында өткерілу режелесін айрықша жағдайлардан қорғау һәм бұқаралық қорғау айлығына белсене қатынасуыңызды сұрап қаламын. Диққатыңыз үшін рахмет.